Жөнібек Жабборов назарларыңызда тәжікстандық спортшы октагон аясында осымен үшінші жекпе-жегін өткізгелі отыр. Жалпы ММА-де көрсеткіші 6 жекпе-жектен тұрады. Оның 5-еуінде жеңіске жеткен. 2023 жылы кәсіпқой ММА-дегі ең алғашқы жекпе-жегі сәтсіз аяқталған, ал одан кейін қатарынан 5 жекпе-жекте жеңімпаз атанып келеді. Октагон аясындағы алғашқы жекпе-жегін Октагон 73 турнирінде өткізген еді. Нұрсұлтан Мендебаевтан басым түсті. Одан кейін бұл спортшы Октагон 83 турнирінде Анваржон Гаюбовтен басым түскен болатын. Дәл осы жекпе-жектің қорытындысы, нәтижесі дау тудырды, наразылық тудырды дейміз бе әлде. Қалың жанкүйер арасында, Гаюбовтың жанкүйерлері арасында әрине. Міне, бүгін дәл осы Гаюбовқа қарсы негізінде қарымта жекпе-жек өткізу керек еді. Бірақ Анваржон Гаюбов жарақатына байланысты жекпе-жектен бас тартты. Енді бүгін бұл спортшыны басқа қарсылас күтіп тұр. Бірнеше сәттерден соң оның есімін білетін боламыз. Жалпы жеңіске жеткен 5 жекпе-жектің 4-еуінде төрешілердің шешіміне дейін жеткізген. Төл спорты күрес белдесулерінде, жекпе-жектерінде кешінде негізінен күреске ден қоятын спортшы. Енді Жони Авиалини деген лақап атынан да өздеріңіз түсініп отырған боласыздар. В красный угол клетки приглашается его оппонент, боец из Узбекистана. Поприветствуйте, Сардар Еркинов! Сардар Еркінов, жергілікті спортшы, жасы 22-де кәсіпқой ММА-де осы уақытқа дейін 3 жекпе-жек өткізіп, барлығында да жеңіске жеткен. Жалпы бір қызығы
бұл жекпе-жектердің барлығын мерзімнен бұрын бірінші раундта қойып, өзі 1 минуттың көлемінде аяқтаған. Рустам Ашмурадовқа қарсы 2023 жыл дебюттік жекпе-жегінде 38 секундта жеңіске жетсе, одан кейін 2026 жыл октагон 84 турнирінде Анарбек Орозбековты 1 минут 15 секундта ұтқан, кейін небәрі 51 секундта Анарбек Абытовты қылқындыру әдісімен октагон 86 турнирінде ұтқан. Міне енді осындай тамаша мүмкіншілікке ие отыр, егер әсіресе өзбек жанкүйерлердің арасында аты дауға қалған Джонибек Джаборовты ұтса, онда шынымен де бұл спортшы ал жанкүйерге танылады, әрі мойындалады деуге болатын шығар, белгілі бір деңгейде. Сардор Еркіновтің алаңғадан басқан сәттіліктен құрмет көрмен, бұл бізде соңғы титулды емес айқас. Бүгінше алда енді тек қана чемпиондық жекпе-жектер күтіп бізді бұдан кейін. Переходим к представлению пары бойцов данного сражения. В синем углу клетки бойцу 24 года, его рост 175 сантиметров. Его профрекорд 5 побед, 1 поражение. Вес 66,3 килограмма. Стиль вольная борьба. Он занимает 7-ю строчку официального рейтинга Лиги Октагон в полулегком весе. Из Таджикистана Джонибек Джонни Авиалини Джаборов. В красном углу клетки его визави бойцу 22 года, его рост 175 сантиметров, его профрекорд 3 победы без поражения, вес 66,3 килограмма. Стиль ММА. Он занимает 10-ю строчку официального рейтинга Лиги Октагон в полулегком весе. Из Узбекистана Сардор Еркинов. Желаем удачи бойцам. Рефери в клетке Дауренбек Джакаев. Бойцы на середину. Бойцы правила знаем, не нарушаем. После команды стоп все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный, самый главный честный бой. Удачи вам. По углам. Джонибек Джаборов көк бұрышта, бұл бұрышта Сардор Еркінов, барлығы дайын, кеттік. Тамашалайық. Жергілікті жанкүйердің асалықпен жекпе-жектерінің бірі. Анварджон Гаюбовтың есесін қайтарады дегенде бір үміт бар шығар. Көрейік. Сардор как не жданул. Өте ақылды бастады, қараңыздар. Кім алыстан күреске ұмтылды. Бірден бір сілкіп алғанда, қазір Джаборов күреске кетті. Попытка тейкдауна есть, перевод. Бірден, арқасын беріп, аяққа тұрып отырсады. Біздің қосымшасында да міне бірден Еркіновке деген үміттерін жанкүйерлер жазып жатыр қазір. Маша, Еркінов бірақ Джаборовтың уысынан ұтылып шыға алмады әзірше. Не может пока что Джаборов закрепиться в позиции. Ойынды алды, міне қараңыздар.
Анакорда қазір чоп. Аяқталу керек. Егер қазір қарсыластың аяғын орап алса, онда жағдай қиын болады. Жоқ, толықтай қолды өз білегіне салмаған екен, әзірше міне енді қылқындыру мүмкін. Мойынды жақсы алып тұр. Тамаша, қорға тіреп көреді. Вот теперь может упереть к сетке. Жоқ. Әділде қауіпсіздігін бересі. Жамборовтың өзі де бас тартты бұл ойдан. Міне бүйірден салған соққылардың кесірінде де көріп тұрмыз қазір. Бір жағы толықтай қызарып кеткен екен Жамборовтың. Осылай болатынын өзі де білді ғой. Еркінов Жамборовтың күреске салатынын білді. Әрі соған дайындалды. Тамаша, аяқтан іліп тағы бір тейкдаун, тағы да позиция еншілейді. Андерхуксыз енді қателеу сияқты, Еркінов қазір. Жай ғана мойнынан алып жасалды. Здесь уже опасно. Время есть. Қалды РНС-ге. Қол толықтай мойынға жаттын екен, жоқ. Аның өзіне қылқындыруға жетпекті болуы мүмкін. Көп күш салып жатқан жоқ, әліше Жамборов, байқасаңыздар. Значит, больше на челюсть, кажется, давит. Иә. Позиция алу ең бастысы қазір бұл жерде. Маунт бар, қалай деген. Бекініп алды жақсы. Жамборов. Капасын қазір орнына қайтару керек. Рефери жекпе-жекті жалғастыруға болады ары қарай. Ну и первый раунд, я так понимаю, Джонибек забирает. Уверенно забирает. Міне тағы да қателігі сол. Андерхук жоқ. Тағы да арқасына шығарып алады Еркінов. Бұл жолы көп күш көтермей. Жекпе-жек өткізуге тырысады әрине. Жамборов. Бұл раунд сөзсіз Дагестандық спортшының еншісіне кетеді әрине. Уважаемые секунданты, освободите октагон. Сардор Еркінов дәл қазір өмірінде алғаш рет екінші раундқа қадам басады. Құрмет көрермен. Бұндай жекпе-жектерде бұл өте маңызды рөл ойнайтын дүние әрине. Бұндай ұзақ
толыққанды 3 раундтық Второй раунд. тәжірибесі аз. Ал Жаборовты айттық, бұған дейін 4 жекпе-жегінде толықтай 3 раунд өткен. Соңғы 2 жекпе-жегінде толықтай 3 раунд өтті. Продолжает прессинговать, искать возможность для прохода. Джонни. Сардор. Как раз таки в полной мере не может раскрыться в ударке. Насчет опасности перевода в партер. Жақындатпау керек екен, түсініп тұр. Еркінов. Міне қателік алғашқы. Тым жақындат жүрді. Жаборов бірден бұны қолданды. Тамаша тейкдаун дер кезінде. Өте жақсы тайминг. Енді қазір уақыт өткен сайын Еркіновтың жағдайы қиындай береді әрине. Бет әлпетінен ақ түсінуге болатын шығар қазір. Тыныс алу қиындап барады. В партере максимально грузит своего оппонента Джонни Бек. Әбден міне, мазасын қаштырды. Шаршап тастады енді шынымен де. Қазір Еркіновтың тұрысынан ақ түсінуге болады, шаршады. Снова полноценный бэк-маунт. Толықтай қалды, екі аяқпен де ұстап жатыр қарсыласын. Қазір енді олайда бұлайда алма кезек қолды мойынға жібереді. Рефериде Жаборов қалыша ескертуін беріп қойды. Егер белсенді болмасаң аяққа тұрғызамын дегендей. Мойынды ашу барынша, қазір міне. Жаборовтың мақсаты. Мойынға салды, беріледі. Отличный захват от Джонни Бека. Терпит Сардор. Не собирался сдаваться Сардор. Джонни Бек, Джаборов. Күтте қойылды бұл жекпе-жекте. Демек, Анвар Джонгаевқа қарсы рематч әлі де өзекті деген сөз. На второй минуте 39 секунде второго раунда удушающим приемом победу одержал Джонни Бек, Джонни Авиалини, Джаборов!
Таджикистан! Я думаю, это одно из лучших выступлений в карьере Джонни. Поверьте, Сардор Еркынов это топовый боец. И финишировать его таким образом, это заявление на весь дивизион. Джонни, у тебя не так много времени. Я прошу тебя быть кратким. Тебе слово. Султан, я специально втором закончил, чтобы еще 5 минут общаться. По-братски, дай мне это время. Ассаламу алейкум, Ташкент! Машал, столько наших братьев, таджиков. Вот это я понимаю. От вас поддержка нужна, братья. Я очень благодарен, что вы приехали. Люблю вас. Быстренько пройдемся. Благодарность. Я быстренько простой скажу. 2 месяца не отдыхая пахал. Месяц сладко не ел. Там у нас с Каримом нутелла ждет. Иншаллах, сейчас Карим выйдет. 2-0 поезд забираем. И старшим братом нашим Раджабали Байону. Завтра улетаем в Душанбе. Ждите нас! А так, я представляю клуб Тим Байонов. Это number one. Они меня приняли как своего. Так я очень благодарен. Ака Раджабали Байонов. Надеюсь, я вас не подвел. Старшие наши братья. И по именам забуду, ради Аллаха, простите. А так, братья, быстренько пройду. Тимур Абдулаевич, старший брат, Баркала за вашу поддержку. И старший брат Хамдан вот там сидит. Поверил мне, вкладывает. Очень благодарен, такой скромный наш брат. Так что, если Гарелу нам Кариму дадут контракт, я буду рад, старший брат, если получится. Фаридун Ака. Так что, тренера мои, Али старший, он стесняется, не зашел. Он целый месяц с утра до вечера рядом был. Я очень ему благодарен, от всего сердца нам помогал. А так наши тренера, старший брат Фаридун, а и мой любимый коуч Сидорин, его все знают. Артур Ахмедов, Алексей, Твоевол, братья, всем, Баркала. Забыл основной, извиняюсь, задерживаю. Моя матушка, которая смотрит, наблюдает, переживает. Утром она на намаз стала и Полина меня дуа сделала, так что я ее очень сильно люблю. И старший мой брат Али. Савеловский газ, быстренько. У меня есть магазин, если получится. Газуйте, я в Москве. Надеюсь, кого-то забыл, ради Аллаха, простите. Таджикистан! Попал! Let's go! Султан, поезд мой где? Пояс, ты готов после этого подраться за пояс, и я думаю, мы рассмотрим эту возможность. Джонни Бек, Джамборат!